Полуфабрикатпен айналысатындарға нағыз керек құралды мен де сатып алдым. Бұл тесто-раскатка. Алғашында өзім де түсінбей қалдым, бірақ бір-екі рет жасап көрген соң бәрі оңай екен. Қамырды салмас бұрын күлшені жұдырықпен сәл басып үлкейтіп аламыз, әйтпесе жыртылып кетуі мүмкін. Қамыр мейлінше қатты иленген болса, нәтижесі тіпті керемет. Жаю кезінде рычагты бірден түсірмей, жаймендеп бірте-бірте түсіреміз. Сонда қамыр тегіс болып шығады. Және жұқа өз керегінше жұқартып алуға болады. Мен кеспе резкасында қосып көрдім. Енді мен қалыңдығы мына брандалар арқылы реттеледі. Екі брандасын дұрыс қыспасаң қамыр тіпті кеспей қалады екен. Бұлардың 20, 22, 24 сантиметрлі түрлері бар екен. Мен өзіме керегі 22 сантиметр болды, сол себептен 22 сантиметрді алдым. Енді уақытым үнемделеді, қамырларым біркелкі, әдемі болатынына қуанып, қуанышымда шек жоқ. Егер сен де көп көлемде қамырмен жұмыс істегің келетін болса, осындай тесто-раскатка міндетті түрде керек болады.